Терезе тұсындағы жақсы пиғылды қарт деп әңгіме салған болатынмын. Оқып тыңдаған боларсыз. Жоғарыдағыдай комменттерді жиі кездестірдім. Сонда біз дәл қазір шынымен де ашпыз ба? Жағдайымыз соншалықты төмен бе деп өз-өзіме сұрақ қойдым. Және ол сұраққа жауап беруге тырыстым. Мен өзім сол қарапайым халықтың ортасында өмір сүріп жүрген адам ретінде айтар едім. Бірен-саран денсаулығына байланысты немесе асыраушысы жоқ қарт кісі немесе жасөспірімдерді есепке алмағанда 12 мүшесі сау адам аш қалатын заман емес. Дәл қазір өйткені жұмыс жасаймын деген екі қолға бір күрек табылады. Халық аш деген әншейін сылтау секілді көрінеді. Алысқа бармай-ақ қояйын. Кез келген қоқыс тастайтын жерге барсаңыз нан көресіз. Кез келген асхана, кафе, ресторан, тойханаға барыңызшы. Асырап болған тамақты байқайсыз. Жақында ғана жақынымның асында болдым. Дәу қара мал сойылды. 2 күнде 6 қазан тамақ жасалды. Әрине, дәу қазанда. Мен нақты айта аламын, сол тамақтың жарысы ысырап болды деп. Ал енді ағайын, айтыңдаршы, біз ашпыз ба? Әлде пейіліміз тарылды ма?